Сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі видеода әрқашан хит болып жүретін клубника в шоколадені үй жағдайында қалай жасалуын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге клубника, шоколад, әртүрлі бетіне әрлейтін присыпкалар және спашка немесе тіс шұқығышты қолдансақ болады. Шоколадты еріту үшін бірінші қайнаған суды осындай стақанға құйып, шоколадты ерітіп аламыз. Кондитерлік осындай салафандарға салып, буға жақсылап ертеміз, немесе микротолқынды пешке ертіп алсақ та болады. Менің қолданған шоколадым Калибаут шоколады. Мінекей осылай қайнаған ыстық суға осылай салып, 2-3 минут қалдырсақ, өте жақсы еритін болады. Клубникаларды әртүрлі түсте жасайтын болғандықтан мен ақ шоколадты ерітіп қолданамын. Мен тағы да қызғылт розовый түсті қолданғым келеді, сондықтан тағы да ақ шоколадты ерітіп алып, оған мен краситель қосатын боламын. Сіздерде кез келген түсте егер жасағыларыңыз келсе, осындай ақ шоколадты ерітіп, қалаған түстеріңізді қоссаңыздар болады. Шоколадтарым еріді, енді мен біреусін қызғылт түске бояйтын боламын. Менде красителім гель түрінде, осыдан кішкене тамызып, жақсылап араластырамын. Міне шоколадтарым дайын болды. Енді алдын ала жуылып, құрғатылған клубникамды алып, осындай спашканы ортасынан кіргізіп, шоколадқа батырып жасайтын боламыз. Шоколадқа батырған соң клубникадағы артық қалың болған шоколадтарды сілкіп-сілкіп түсіріп аламыз. Егер сіздерге осындай салафан жоқ болған жағдайда, немесе ыңғайсыз болған жағдайда, сіздер шоколадтарды микротолқынды пешке 15 секундқа ертіп алсаңыздар болады. Осылай қалған клубникалардың барлығын қалауларыңызша әртүрлі түспен ауыстырып жасай береміз. Клубникамыз толық қатпаған күйінде бетіне әртүрлі присыпкаларымызды сеуіп, өз қалауларымызша әрлейміз.
Қыздар, каналым пайдалы болса міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер. Мен үшін бұл өте маңызды. Мінекей қараңыздар, қазіргі хит болып жатқан клубника в шоколадеміз дайын болды. Сіздер де осындай үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер, және дәмі есте қалары анық.